Қайырлы күн, құрметті көрермендер, арнама қош келдіңіздер. Мен сіздерге оңай әрі дәмді тез жасалатын салаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін бізге суда қайнаған тауық еті мен жұмыртқа қажет, және тұздалған қияр, картошка фри болса болғаны. Тауықтың етін кубиктап тураймыз және оны тарелканың бетіне саламыз. Тарелканың бетіне жайғастырып болған соң бетіне майонез жағамыз. Менің арнама тіркеліп, қолдау көрсетіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Одан соң майонез жағып болған соң тұздалған қиярды тауық етінің бетіне саламыз. Тойымдылық үшін қиярдың үстіне тағы да тауықтың етін салатын боламыз. Бетіне майонез жағып, және де жұмыртқаларымызды да кубиктап турап бетіне саламыз. Құрметті көрермендер, арнама тіркеліп, лайк басып, қазақша контенттің дамуына қолдау көрсетіп кетіңіз. Бұл оңай, дәмді, әрі тойымды, жеңіл салат. Қай кезде жасасаңыз да, қонақ келген кезде лезде жасап беруге болады. Жұмыртқаны саламыз, бетіне майонез жағып, одан соң картошка фриімізді бетіне сеуеміз. Жасап көріңіздер, өте оңай салат.